Сәлем достар, сіздермен бірге Арука. Бүгінгі видеода мен сіздермен бірге пачуба жасайтын боламын. Достар, маған алдымен қажет заттар: картоп, майонез, сәбіз, қызылша, балық және де жұмыртқа. Картопты, жұмыртқаны, сәбізді, қызылшаны пісіріп аламыз. Достар, мен пісіріп алдым. Достар, енді кезекте картоптың, жұмыртқаның, сәбіздің, қызылшаның қабығын ашып аламыз. Достар, мен ашып алдым. Ендігі кезекте барлығын чөркіден өткізіп аламыз. Алдымен балықты салып аламыз. Мен балығымды салып болдым. Ендігі кезекте үстіне картоп чөркілейміз. Мен картопты чөркілеп болдым. Ендігі кезекте үстіне сәбізді чөркілейміз. Достар, мен сәбізді чөркілеп болдым. Ендігі кезекте майонез жағатын боламын. Достар, мен майонез жағып болдым. Ендігі кезекте жұмыртқаның ағын үстіне чөркілейтін боламыз. Мен жұмыртқаны ағын чөркілеп болдым. Ендігі кезекте үстіне қызылшаны чөркілейтін боламыз. Достар, мен қызылшаны чөркіден өткізіп болдым. Ендігі кезекте үстіне майонез жағатын боламын. Достар, мен майонез жағып болдым. Ендігі кезекте осының үстіне жұмыртқаның сарысын чөркілейтін боламын. Достар, осымен мен пачубам дайын.